Өмір сүруге желаниң болмай, энергияң жоқ болып жүрген болса, осы видеоның соңына дейін көр, мен саған керемет кеңес айтатын боламын. Енді мынау өмір сүруге желаниң қажыратын не заттар? Қазіргі таңда мына жастардың көбісі телефонға отырып қалған. Сіздер білесіздер ме, баяғыда біз үйден шығып ойнайтын едік. Үйден кіргізу қиын еді да. Тамаққа кір, тамаққа кір деп зорға кіргізіп алатын еді бізді. Азынан кешке доп тебетін едік, асық ойнайтын едік деген сияқты да. Қазіргі балалар азынан кешке телефон көреді. Көп қозғалыс жоқ, қан жүрмейді, лимфа застой болып қалған. Көп жастарды көріп жүрмін қазір мына плазаларға баратын кезде бүкір болып бара жатыр да, иықтар, бугороктар шығып кеткен. Мына осы нәрселерде адамды өмір сүруге желаниясын қашыру мүмкін. Бұл әлеуметтік желілер адамға ложный дофамин, жылдам дофамин беріп тастайды да. Бармаған жерге барғызып тастайды телефон деген. Шетел көрмесең шетел көргізіп тастайды деген сияқты. Адам ложный дофаминге алданып телефон көріп отырған білмей қалады екен да. Бұл екінші себебі энергияң жоқтығының, ұйқының дұрыс болмауы. Қазіргі балалардың көбісі уақытылы ұйықтамайтын болған. Түннің бір болғаннан кейін телефон шұқиды, ұйқысы келмейді деген дейді. Ал сағат 10:00-де 9:00 уақыттарында мелатонин, соматропин деген сияқты керемет гормондар бөлінеді. Восстанавливающий, ұйқыны қандыратын, ағзаны қалыпқа келтіретін, нервті тыныштандыратын. Білесіздер ма, 10 мен 2-нің арасында мидағы токсиндер ағзадан шығу керек. Соны дұрыстамайтын болса да адам нервный болып стресске түсіп қалуы мүмкін. Энергияның жоқтығының үшінші себебі біз кофеинге отырып қалдық. Кофеин наркоман болып кеттік. Неге? Кофені көп ішеміз, энергетик ішеміз, кола ішеміз. Коланың да құрамында кофеин бар. Шайды көп ішуіміз мүмкін да. Шайдың құрамында кофеден де көп болады, кофеин білетін болсаңыздар. Міне ол деген нәрсе сізге энергияны 2 сағат, 3 сағаттың ішінде керемет қылып бодыр қылып тастағанымен сіздің бір 24 сағаттық энергияңызды тауысып тастайды. Сондықтан әлсіреп, шаршап, ештеңеге зауқың жоқ, жата бергің келуі мүмкін да. Төртінші себебі ағзада витамин Д-ның кем болуы, аз болуынан да адам энергиясы төмендейді. Енді осы видеоролик сізге қай уақытта шықты алдыңызда? Сол комментарийға жазып кетіңіздер. Өйткені көбісі бұл видеоларды түнге таяу шұқитыны бар.